Соның әулетінде қария жоқ дегеннің белгісі ғой. Ана қария болғанда, анау жүре бермейтін еді анау. Үйленбей, немесе тұрмысқа шықпай жүр. Ана қариялар соның бәрін реттеп отырады екен. Сол қариялық 40-тан басталады. Реттеп барлығын. Міне сол Пайғамбар исламның еліне келе жатырмыз. Алла нәсіп етсе қазір бірінші Гранд Софи деген қонақ үйге тоқталамыз. Сол жерден ең бірінші дастарханға кіріп, екінші этажына көтеріліп, асханасына барып тамақтанып алайық. Сосын бөлмелерімізді бөліп аламыз. Енді негізі 4 адамнан бір бөлме, бірақ кейде 2 адамдық, 3 адамдық түсіп қалады. Сондықтан дайын жүріңіздер. Шамамен бір 4 адам, 3 адам бірге боламыз деп өздеріңіз неғып қойған шығарсыздар ендіге, иә? Бұл. Сөйтіп бір реттеліп қала беріңіздер. Қазір асханадан кейін бөлініп беріп. Сосын тез-тез бөлмеге орналасып болғаннан кейін дәретімізді алып мешітке шығатын боламыз. Оның сағатын сол кезде айтамыз. Қазір бөлмелерге орналасып жатқан уақытта айтамыз асханадан кейін. Мына сағатқа, мына уақытқа дайын тұрыңыздар, бірге шығамыз деп мешітке қарай деп. Бір барып апарып көрсетейік. Міне әйелдер намаз оқитындар. Сіздердің араларыңызда бұрын келіп қойған кісілер де бар. Сонда да бәріміз бірге бір барып қайтайық. Бір жүреміз. Дәл осы составпен Құдай қаласа Мадина қаласын экскурсия жасайып аралайтын боламыз. Меккеге баратын боламыз. Дәл осылай әйелдер бір топ, еркектер бір топ болып жүретін боламыз Құдай қаласа. Қандай сұрақтар бар сіздерде түсінбеген? Айтыңыз апа.